біз бәріміз білеміз, мұнай мысалы 50 жылда бітеді. Бірақ бізде көптеген материалдарды, көптеген энергиямызды сол мұнайдан аламыз. Бірақ біз оған енді келешекте біз мұнайға тәуелді болмауымыз дейіз. Сол үшін қазіргі биомассасынан пайдаланып, қалай дәрілер жасау. Бұл жолында мен бір мысал келтіре кетейін. Мысалы, біздің кейбір дәрілер, мысалы, мұнайдан шыққан химикаттардан өндіріледі. Бұның синтездік жолы, технологиясы басқаша. Ал енді біз әзіргі таңда біз биомассадан шыққан молекулалар арқылы осындай ұқсас дәрілер, яғни ұқсас материал, ұқсас пластикалық материалдар жасау. Біздің осы бағытта бізде қазір министрліктен алған 2 проектіміз бар. Бұл турасында жаңаша дәрілер жасау, осы биомасс латқалардан пайдаланып. Бұл біздің президентіміз Қасым-Жомарт айтқан біздің келешек бағытымыздың бірі. Соның үшін әзір мен тәжірибеханамда біз көптеген фотокаталитик материалдарды зерттеп жатырмыз. Сол арқылы суды ыдырату арқылы күн энергиясынан пайдаланып сутегін шығару. Бұл біздің екінші бағытымыз. Әзір бізде бір жаңа түрлі материал зерттеп жатырмыз. Бәріміз білеміз, қазіргі таңда пластика түк өткізбейді. Ал енді біздің осы жақындағы зерттеуіміз түк өткізетін пластикалық материал. Оны контактинг полимер деп айтамыз. Бұл контактинг полимердің қолданылуы әр салада бар. Мысалы, айтып өтейік, батарея, суперкапаситор бар. Мысалы, телевизордағы LED-дің бетінде істелген контактинг полимер. Оның ерекшелігі, мысалы, металдарға ұқсамайды. Металдар қатты болады, түк өткізгеннен. Бірақ мына пластикалық, мына контактинг полимер өте серпінді, жұмсақ болады, оны созғыш келеді. Соның үшін оның ерекшелігі болғандықтан бұл материал өте маңызды болады. Біз осы саласында зерттеулерді аштық. Осы полимерлер медицинада, биомедицинада және спортта қолданылады. Мысалы, қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей браслеттер бар. Олар әртүрлі адамның ағзасынан импульстарды, тоқтарды сезе алады. Сонда бұл материал сондай сезгіштік қасиеті бар. Яғни электр тоғын өткізу арқылы адамның өзіндегі электрлік импульстарды сезіп, оларды зерттеп нәтижелер көрсете алады. Және де бұл материалдар ары қарай медицинада қолданатын кезде ішіне дәрі енгізу арқылы бұны дәріні адамның терісіне қолдануға болады. Сонда электр тоғы өткізген кезде дәрі бұл материалдан шығып емдік қасиетін көрсету керек. Және бір жұмысымыз, біздің істеп отырғанымыз, мынау әртүрлі нанокомпозит материалдар. Жаңа технологиясын мысалы, мұнайдың ішіндегі күкіртті қалай алып тастау, мұнаймен суды айыру, осы жақта жаңа технологиясын жаратып жатырмыз. Біз білеміз, расында басқа технологиялар бар. Мысалы, күкіртті мұнайдың ішінен алып тастау, я болмаса газдың ішінен алып тастау. Бұл күкірт деген бір үлкен бір мәселе. Мысалы, бензиннің ішінде оның қоюлығы аз болу керек. Болмаса ол машинаны чертеді, зауыт чертеді. Соның үшін оған талаптар бар. Күкіртті мұнайдан, газдан алып тастау. Біз басқа бір технологиясын жаратып іздеп жатырмыз, дамытып жатырмыз. Mesela pro-operation. Бізде жақсы нәтижеге иелі болып жатырмыз. Енді бұл біздің осы қызметтер өзіміздің Қазақстанда зерттелген, жаратылған, дамытқан технологиялар болып саналады деп ойлаймын. Осы біздің зертханада жүріп жатқан жалпы қызметтер. Біз бұл жобада негізі осы лабораторияда мембрана жасаймыз. Мембрананың әр түрлерін жасаймыз. Мысалға, мынау сумен майларды бөлуге арналған, немесе сонымен бірге майдың өзін тазалайтын мембраналар. Осы сияқты мембраналардың түрлерін жасаймыз. Өте жұқа болады. Бірақ жұқа болғанымен көп нәрсені істей алады. Мынау әдетте қалыңдығы 10 микрон, 10 микрометр ғана болады. Қалыңдығы өте жұқа. Көрдіңіз бе? Енді өте жұқа болғанымен бұл көптеген нәрсені бөлуге қабілетті. Көрсеңіз өте жұмсақ, әрі жұқа. Бұл негізгі бір үлкен біздің өндірістегі проблеманың бірі болып саналады, сумен майды бөлу. Сондықтан бұның енді бірнеше тәсілдері бар. Бірақ енді біздің жасап жатқанымыз
ең оңай тәсілі. Біз ғылым деген ең оңай, қолжетімді болу керек. Біз қолжетімді мына әншейін құясыз, әншейін бөлу бар. Мысалға мынау біздің дайындаған мына мембранамыз май мен суды қоссаңыз тек біреуін ғана өткізеді. Қазіргі біздің дайындағанымыз тек біреуін. Мына жағдайда біз тек қана майды өткізеді. Мысалға мынау су. Бұл көрнекі болу үшін бояп қойдық. Мынау құйсаңыз, мынау су өтпейді. Бір тамшы да су өтпейді. Бұл яғни бұл мембранаға суды жібермейді. Ал енді су мен майды араластырып жіберсеңіз, мынау май, біз енді май ретінде кексендірамыз. Міне, май қандай күшті өтті, көрдіңіздер, май өте жақсы өтеді. Осы сияқты, яғни су мен майды қосып құйып жіберсеңіз, тек біреу ғана өтеді, бір фазаны ғана өткізеді, тек қана майды өткізеді. Сонымен бірге жаңағы біз майдың өзін тазалайтын, мысалға майдың ішіндегі әртүрлі қоспаларын тазалайтын мынандай мембраналарымыз бар. Түр-түрі бар, мынандай мембраналар бар. Олдағы жаңағы мұнайдың ішіндегі біз қазір күкіртті тазалауға арналған мембраналар жасап жатырмыз. Мынау қолданылған мембраналар, түрлері көп қысқасы. Ол енді ана жерде эксперимент жасалады, ол басқаша. Енді ол мұнайдың құрамындағы күкіртті тазалау оның өзі үлкен проблема болып саналады. Себебі күкірттің әдеттегі мынау дизель, бензиндердегі өлшемі халықаралық стандарт бар, содан аспау керек. Одан асып кетсе, ол экологияға да зиян, сонымен бірге машинаның моторына да зиян. Сондықтан біздің Қазақстанның күкірті, Қазақстанның мұнайы күкірт өте көп болып келеді. Ол енді күкіртті тазалаудың қазіргі өндірісте түрлі жолдары бар, әрине бар, бірақ енді оның барлығы қазір көпшілігі ақша көп кетеді, экономикасынан шығын, тазалауды қатты дұрыс емес, толық тазаламайды. Сондықтан мына біздің жобамыз сол бағытқа арналған. Біздікі де өте оңай, мынау сияқты жаңағы мембрана апарып үстіне құйып жіберсең болды, жаңағы күкірттері мен майды екеуін екі бөлек қылып сүзіп шығара саламыз. Жалпы біздің лаборатория осы мембраналық. Енді мына жерде жаңа бір нәрсені айтып өту керек. Мысалы, әзіргі біздің мысалы зерттеп жатқан проект, ол зерттеу басқышында тұр. Ал енді оны коммерцияларға айналуға уақыт кетеді. Оған бір өндіріске салуға өзінің уақыты болады. Соған нақтылатып айта алмаймыз. Кейбіреулерде бәлкім және 5 жыл, және 10 жыл керек шығар осы істетілуге. Оның көптеген жұмыстар болады. Мысалы, мен кетіп келемін, мен Massachusetts Institute of Technology'да істегенде өзіміздің 3 түрлі патент жасадық, буланбайтын материалдар. Міне оны өндіріске айналуына әлі бір 10 жыл әлі бар секілді. Соған біздің әзір зерттеп жатқан жұмыстар жақсы, бірақ ары қарай коммерциализацияға, өндіріске енгізуге әлі бір уақыт бар деп ойлаймын. Бірақ соқтарда айта жатармыз. Қазақ елінде жұмыс істеймін деп 2019 жылы күзде келдім. Өте қуандым, келгеннен бастап міне өзім жалғыз келіп, міне әзірдей өзімнің зертханамда құрдық, міне 40-тай жас ғалымдар жұмыс істеп жатыр. Осы жұмысты мақтанамын. Және де осы жақында қазақ еліне, президентке де рахмет айтамын. Осы президенттің жанындағы ұлттық ғылым техника кеңесінің мүшесі болып қабылдағанына мен өзім ойлаймын. Мен осы кеңестің мүшесі ретінде өзімнің тәжірибем, мысалы Америкадағы ғылым техника қалай жүріп жатқандығын, және де басқа мемлекеттердегі, мысалы Қытайдағында ғылым техниканың қалай жүру турасында көп нәрсені білемін. Осы Қазақстанның ғылым техникасын дамытуына өзімдік тәжірибем арқылы өз үлес қосамын деп ойлаймын. Көптеген пікірлерді айтып жатырмыз, беріп жатырмын, ұсыныстарды беріп жатырмын. Мен енді осы қазақ жастарына айтатын, бізде қазір Қазақстанда өте жақсы, мысалы ғылым техника жақтарда көптеген өте жақсы демеушілік болып жатыр. Атап айтып кететін жастарға, жас ғалымдар деген зерттеу гранттарын беріп жатыр. Бұл көп мемлекетте бұндай жоқ. Соның үшін әзір қазақ жастарының көптеген орайлар бар. Ғылым зерттеуге, және де мысалы өндіріске кіргізу турасындағы, және де программалар жақсы, өндіріске айландыру. Осы орайлардан жастар пайдаланып алдыменен өзінің білімін шыңдап, өнен кейін осы ғылымға атсалысу керек деп ойлаймын. Осындай орайды пайдаланып, осы қазақ елінің ғылым техникасының дамуына үлкен үлес қосса деп тілеймін.